Баршаға сәлем, қымбатты тыңдарман. Ресми ақпараттарды әрдайым біріншілерден болып білгіңіз келсе, арнамызға жазылып, лайк түймесін баса кетіңіз. Лайк басқан қолыңыз қабатулы қабырғасын ұстауды нәсіп етсін. Ендеше мен бастадым. Өскеменде жоғалып кеткен 17 жастағы бозбаланың денесі табылды. Бүгін сағат 14:00 шамасында бозбаланың денесі табылды. Алдын ала дерек бойынша ол өз-өзіне қол жұмсаған. Өскемен қаласында кешелі бері із-түзсіз жоғалған 17 жастағы бозбаланың денесі табылды деп хабарлайды айқын.кз. ШқО полиция департаменті баспасөз қызметінің мәліметінше 13 желтоқсан күні полицияға хабарласқан әйел адам ұлының жоғалып кеткенін айтқан. Сол күні ол түскі уақытта үйден белгісіз бағытта шығып кетіп қайта оралмады. Іздестіру жұмыстарына полицейлер мен еріктілер жұмылдырылған делінген ақпаратта. Бүгін сағат 14:00 шамасында бозбаланың денесі табылды. Алдын ала дерек бойынша ол өз-өзіне қол жұмсаған. Қазіргі уақытта барлық мән-жай анықталып жатыр. Өзге ақпаратты жария етуге тыйым салынған делінген хабарламада. Видеомыз кеңінен тарап, қажеттілер жету үшін лайк түймесін баса кетіңіз. Комментарияға ой-пікірлеріңізді жаза кетіңіз. Бізді бақылауды жалғастырыңыз.